Ассаляму алейкум. Жәннаттағы әйелді жазбаған айтпаған ғой. Қор қызы жайлы ғана айтқан сияқты еді. Ал бөгде адам әйелдері, яғни бөгде адамның әйелінің сұлулығы жайында айтпаған дейді. Жалпы дінімізде келген уақытта ненің дәрежесін көтерді? Біріншіден қыз балалардың дәрежесін қатты көтерген болатын. Енді ойланып қараңыз. Келе сала қыз баланың дәрежесін көтерген дін жәннатта болатын қыз балалар, яғни әйелдер жайлы айтпады деп ойлайсыздар ма? Әлбетте жоқ. Құран кәрімде бірнеше сүрелер бар әйел адамдар жайлы айтқан. Олардың бірінде олар хор қыздарынан да сұлу болады деген. Жаңағы сіз айтып жатқан хор қызынан әлде қайда сұлу болады. Әдемі, көрікті болады. Керек десеңіз, хадистерде мынандай бір хадис келген. Осы әйел адаммен хор қызын салыстырған. Сонда пайғамбарымыз айтады: сенің әйелің хор қызының жанында, бір киіммен салыстырып айтады да, сенің әйелің хор қызының жанында киімнің сырты сияқты болады, ал хор қызы киімнің ішкі жағындай болады дейді. Бәріміз білетіндей, киімнің қай жағы әдемі, ішы ма, сырты ма? Әлбетте сырты. Сол себепті оны сыртымен киеміз. Міне, осылайша пайғамбарымыздың өзі хор қызымен әйелдің жәннаттағы дәрежесін осылай көрсетіп кеткен айырмашылығын. Сонымен қатар, олар тәтті тіршілікте болады дейді. Яғни иманды әйелдер үшін Алла тағала мәңгіліктің бақытын уәде еткен. Ол жайында Уақиға сүресінің 35-37 аяттарында ақиқатында біз оларды басқа жаратумен жараттық. Әйел адамдарды айтып жатыр. Әрі оларды ер көрмеген пәк қыздар еттік. Күйеулеріне сүйікті құрбылас еттік деп осылай айтып кеткен. Бұл аятты тәпсірлеген ғалымдар былай деген: олар жердегі өмірде қартайып, көріксіз болып қалғанмен, Алла тағала ол әйелдерді қыздық пәктігімен махаббатқа тұнған күйінде жаңадан қайта жаратады дейді. Әйел адам, яғни қайта тірілген уақытында көрікті, сұлу, көркем болып, сонымен қатар пәк күйінде қайта тіріледі екен. Және де бұл түрлі жаста дүниеде қайтыс болып, жәннаттық болған барлық иманды әйелдерге қатысты дейді. Олар өте сымбатты, сұлу болып, күйеулеріне құрбылас, жастары бірдей болады дейді. Олар бір-бірімен разы болып, тәтті тіршілікте болады деп түсіндірген екен. Бұл кімдердің сөзі? Тәпсірлеп кеткен ғалымдардың сөздері. Міне, ал кейбіреуміз әлі де жәннаттағы әйелдердің дәрежесін білмейміз. Себебі неге? Себебі әйелдің жәннаттағы дәрежесі көп деп айтылмауында. Жалпы бұдан да басқа көп деген хадистер бар, аяттар бар, дәл осы әйелдердің жағдайы жайында айтылған. Егер сіздерге сол хадистер, аяттар қызық болса, осы пікір қалдыра кетіңіздер. Мен уақытымның бостығына байланысты Алла бұйыртса сіздерге жауап беретін боламын. Ассаляму алейкум.